Сіздің сабағыңыз қызық екен. Риза боламын осылай еркін үйретіп отырған кісілерге. Анандай шоу жасамайсыз да. Ойбай мен мынандай курсымды алсаң мынанша ұтып аласың, мынанша олигарх болып кетесің деген нәрсе жоқ та сізде. Иә. Қазір көп Мейірбек Ұзақбаев тағы көптер шоу жасап жатыр ғой, машина тігіп, анандай мынанша атсаң мынанша бір айда мынаншаға жеткіземін деген нәрсе жоқ та сізде. Адам өзіне байланысты ғой. Конечно. Ол өтірік, ол береке болмайды да ондай нәрседе. Шындық керек қой. Сол үшін риза болып отырғанымыз осын живой көрсетіп жатыр да. Мен көп тендерщиктермен барып сөйлескенмін сол кезде 2022-23-те ғой. Қатысып жүрген 24-ке дейін қатыстым 2 жыл. 25-ке дейін қатыстым 3 жыл ма? Одан кейін нормально табыс тауып жүргенмін. Өзім бір көңілім суып кетті да, бір арада сол ипім черныйға кеткеннен кейін настроение кетіп, біржола жауып қойғанмын содан кейін. Сол қайтадан қолға алайын жатқанмын осындай нәрсені. Иә, алу керек. Жассыңдар, қайтпау керек, сынбау керек. Көбісі қайтып келіп жатыр, сөйтіп бұрын тастап кеткендер басқа бір шаруаға кетіп қалғандар қайта тендерға келіп жатыр ғой қазір көбісі. Негізі тендерде ақша көп қой, негізі көп. Ой, тендерде ақша көп. Үкіметте халықтан тонаса да бар емес пе? Үкімет ақшасыз қалмайды. Бірінші халықты қанап барып алады жоқ дегенде. Жетеді. Госзакупты қырғын тендер ғой. Мен қатыспайтын тендерлерге қатысатын едім. Ана адам аз маржаға қатысатын едім. 500 мың, 300 мың, 400 мың майда тендерлер ұратын едім. Сонда мелочь тендерді ұратын едім. Әжептер шығарып қоятын едім мелочь тендерлерден де өзі. Миллионға басым секіртпеймін да. Жарты миллионға дейін секіретін едім. Басын үлкен дарға аспайтын едім, кіші дарға асатын едім. Соны өзім біразын ұрып қоятын едім сондай. Әжеттен қазір миллионның тендерін емес, 3-4 тендерден шығарып алатын едім да, миллионның тендерін ше. Мына тендерға қатысуға миллион 8. Кішкентай тендерлардың несі маржасы көп болады, Иә, маржасы сол. Мен сол миллионның мысалы бір тендер миллионға қатысып жатса, мен 4-5 тендерден шығарып алатын едім да. Майда едім бірақ. Кішкентай тендерлерден ба? Иә, шығарып аласың. Соны түсінген. Маржа көп болады, одан, Иә, көп. Маржа әжептер қалады. Сол миллионның тендері қалады. Әне, мана айтып отқандағыдай ғой, мана кішкентай тендерде көп ақша бар, пайда бар деп. Соны айтып отырмын. Мысалы мен 1,5 миллион, 2 миллионға қатыссам, мысалы 2 миллиондық тендерді көрсем бір тендерден, мысалы мен оның сондай ұқсайтын тендерлерден іздейтін, например, сондай аз болса да маржалы. Мысалы 10 тендер берсем, 10 тендердің сон 4-ін ба, 4-ін мейлі, 5 демей қойын, 3-ін ұтсам, 3-інен шығып тұрды 2 миллиондық тендер ше. 3-інен шығып тұрады. Бұлай есептесең, сол ақша 100 мың теңге ар берсе, минус көру мүмкінсің, ұтылып қалу мүмкінсің, 2 миллионға жетпейді енді, 1 миллион 800 сол жобаға қатысатын едім. Прям 2 миллион болмаса да, сол 1 900 000, 1 800 000, 2 миллионның үсті болатын еді. Зато содан ақша ұстайтын едім да, тұрфыны ұстайтын едім. Иә. Күшті негізі, мен риза боламын аға сізге, осындай жақсаным емес, прямо эфирде отырып сабақ беріп жатқаныңызға. Біраз болды қарап жүргеніме сізді. Осы 2-3 апта болды. Алла разы болсын. Лайк басып. Ат не ағай? Қазір неден өтіп жатса аға сабақ? Ол маркет. Ол маркетте үйретіп отырмын, ол маркетте. Госзакуп, одан кейін не